Бауырсақ пісірейін деп жатырмын. Қалай жасайды? Ол үшін бізге ең бірінші ұн керек, ашытқы керек, тұз керек, секер керек, су керек. Осы қоспалардың бәрін қосып бауырсақ илейміз. Қызым, бауырсағымыз дайын болды. Бұл ұлттық қазағымыздың ұлттық тағамы. Бұл бауырсақ дастарханға ең бірінші болып қойылады. Және де бұл құрт қазағымыздың ұлттық тағамдарының бірі. Бұл құртты сүттен жасайды. Сүтті ұйытып, сүзбе жасап, сүзбеден осылай тұзын салып құрт жасаймыз. Бұл көрпеше. Көрпешені қойдың жүнінен түтіліп жасалады. Бұған қазағымыздың ою-өрнектерін жапсырамыз. Қане, қызым, жапсыра ғой. Бұл шай көрпе, құрақ көрпе, кішкентай көрпе деп аталады. Бұл торсық. Торсықты ата-бабаларымыз сусын сақтау үшін қолданған. Бұда қазағымыздың ою-өрнектері бар. Ата-бабаларымыз кезінде көшпелі қазақ болып, көшіп жүрген кезде жолда суларын сақтау үшін, сусындарын сақтау үшін қолданған. Мынау ноқта, яғни бұл деген аттың басына иіліп, жетекке де, жетектеп жүруге де. Бұл менің ноқтам деген бастап қойғаным. Осы ноқтаны мен өше несіне келдім, тұмсығына. Осыны тоқып көрсетемін сіздерге. Мына шеткі жіптен аламыз, үстінен өткіземіз де, мына жіптің астынан өткіземіз, келесі жіптің үстінен, келесі жіптің астынан, келесі жіптің үстінен, үстіне өткіземіз де, қаттап тартып, мына жақта уже 3 жіп қалды, ең шеткі жіптің үстінен аламыз да, мына жіптің астынан өткіземіз де, тартып бөле береміз. Сонда жібіміз осылай шығады.